кез келген салада адам баласы толыққанды өзін түрлі зиянды түсініктерден сақтандыру үшін ол әлбетте бір белгілі бір деңгейде фундаменті, белгілі бір деңгейде ақпараты болу керек қой. Себебі ақпараты болмай жаңағыдай үлкен дін деген үлкен былай айтқан кезде бір кеңістік қой. Осы кеңістікке қарай жаңағы кіріп кетуі ол әлбетте қазіргі кезде әсіресе мынау әлеуметтік желінің ақпараттық заман болғаннан кейін көп жағдайда адамдар өздеріне діни сұрақтардың жауабын әлеуметтік желіден іздейді ғой. Сол әлеуметтік желіден іздеген кезде әртүрлі кереғар пікірлерге тап болады. Ал оның бұрысы мен дұрысын жаңағыдай саралап дұрысын таңдау деген ол өте қиын нәрсе. Егер ана санасында бір атасынан, жаңағы ата бабасынан, болмаса үйіндегі жаңағы отбасындағы тәрбиеден бір қалған жақсы мағлұматтар болмаса, немесе өзінің ортасынан алған, немесе жаңағыдай ұстазынан үйренген дегендей бір дұрыс мәліметі болмаса, ол адамның адасып кету қаупі өте жоғары. Сондықтан да жалпы мынау діни мәселеде міндетті түрде бір кішкене бір нәрсеге иек арту керек. Ол отбасындағы тәрбие болсын, ол жаңағы орта болсын, мейлі ұстаздан болсын. Сондықтан да діни сауатты көтеру қазіргі таңда барлығымыздың міндетіміз.